Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Мен бүгін сіздерге Camtasia студиясында хромакейдің түсін қалай алып тастауды үйретемін. Мінекей біз хромакейді Camtasia'ны аштық, импорт медиаға кіріп, рабочий столдан бір видеоны таңдайық, открыть. Және осы видеоның артына қоятын бір сурет таңдап алайық. Мынаны алайық. Абай атамыздың суретін алдық. Енді біз оларды не істейміз? Жолақтарға апарамыз. Жолаққа апардық. Және мынау Абай атамыздың суретін фон ретінде біз керісінше қоямыз. Фон өйткені біздің артымызда тұру керек қой. Оқушының артында тұру керек. Енді біз фонды ұзартайық. Неге оқушының қойдық, иә? Оқушы мына жерде толық жауып тұр. Абай атамыздың портретін, сондықтан оқушыны біз естейміз, кішірейтеміз. Ал Абай атамыздың портретін, фонды үлкейтеміз. Үлкейтіп, рампымен бірдей қылып үлкейтеміз. Үлкейтті, жақсы. Енді мына оқушының видеосын бір шетіне түсірдік. Осының айналасын 40 болайық. Оң жақта көрдіңіздер ме? Мен түзорымды қарап отырыңдар. Мына жерде кесу пайда болды. Кесу мінекей. Біз қазір видеоны монтаждап жатырмыз. Айналасын кестік артық жерін. Енді осыны бір шетіне қоямыз, қойдық. Енді біз не істейміз? Біз мынау хромакейдің түсін алып тастауымыз керек. Сонда Абай атаның портретінің түсіменен бірдей болып шығу керек. Ол үшін морға басамыз. Морға бастық. Visual Properties'ті басамыз. Мінекей бастық. Мінекей мынандай бет ашылады. Удалить цвет дегенді басасыз. Удалить цвет. Мінекей көрдіңіз бе? Краска шықты. Краскіден біз хромакейдің түсін таңдаймыз. Мынандай түс, иә? Мынандай түс. Бірінен төмен түсірейін. Таңдадық. Енді біз осы жерді қайтадан түс таңдағаннан кейін басып, осы жерден төмен жағынан пипетканы, яғни қамшуырды аламыз. Қамшуырды алды. Оны біз оқушының хромакейдің түсіне апарып түртіп қалдық. Сіздерге көрдіңіз ба? Кетті. Түс кетті. Егер жөндейтін болса, біз не істейміз? Жаңағы жерге барып, айналасына допускі. Жоқ, біз Абай атамын емес. Назатқа қояйын. Назат. Біз Абай атамын айналасын емес, біз оқушының айналасын, не? Оқушының айналасын реттейміз. Сондықтан үстіне былай бір басамыз, бір шертеміз. Сөйтеміз да мына допускіні. Көрдіңіз ба? Хромакей алынды. Аздап тағы да қалған түстері сылажырмеден оқушыны былай реттейміз. Мінекей жақсы хромакей алынды. Енді көрейік қалай болатынын. Тамаша. Міне осылай мордан визуал пропертисін алып, ары бері реттеуге болады екен. Ары бері реттеуге фонды реттегіңіз келсе фонды, немесе өлең айтып тұрған оқушыны айналасын фонға лайықты етіп реттеуге болады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.